Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының кезекті бөліміне де жеттік. Яғни біз бүгін Ипек ханымның білезігін жоғалып, соған дау-дамай болып жатқан. Дәл осы сәтте Ипек ханымның білезігін осы Тимур камерадан көріп, Эвреннің інісі ұрлағанын біліп қойды. Бірақ ол Эвренді және бастықтардың барлығын шақырып алып, бұл жағдайды асыра сілтемей-ақ қояйық, яғни ешкім білмей-ақ қойсын, жерден тауып алдық деп айта салайық. Өйткені бұл бала 18-ге де толмаған, әлі ешнәрсе білмейді, бір жолға кешірейік дейді. Бұған барлығы кешірім етеді, барлығы келіседі. Одан кейін осы бастықтары Ипек ханымға білезігін апарып береді. Ипек ханым бұл білезікті қай жерден алдыңыз дейді. Сол кезде бастықтар айтады, бас дәрігер ғой, яғни бас дәрігер айтады, бұл білезікті жерде камераны көрдік, Бахар ханым столдың үстіне қойған, бірақ ол жерге түсіп қалып, оны еден сыпырушылар байқамай алып кетіп, сыпырып алып кетіпті, тауып алып әкеліп бізге берді дейді. Одан кейін Ипек ханым Бахар ханымнан кешірім сұрайды, біз әдейі істеген жоқпыз, сіз де біздің орнымызда болсаңыз, сіз де осылай жасар ма едіңіз деп қана айтады. Сөйтіп Джемді қорғап қалады. Одан кейін Невра ханым мен Гүлшеше ханымды көрсетеді. Невра ханым мен Гүлшеше ханым полицияда отырады, жігітін қамауға алған. Яғни Невра ханым барлығын полицейге түсіндіріп айтып жатқан кезде, мен осы жігітке алданып қалдым, менің барлық ақшамды ол алып кетті дейді. Сол кезде полицей мырза айтады, бұл кісі бұрыннан іздеуде жүрген адам, талайсыз сияқты адамдардың ақшасын алдап, арбап алып кеткен, сөйтіп бізге ұстатпай жүр. Қайта сіздерге рахмет, сіздер бізге көмектестіңіздер дейді. Одан кейін жаңағы жігіт келе жатады. Невра ханым алдынан шығып, сен неге бұлай жасадың? Мені шын сүйген жоқсың ба? Мен де сені шынымен де жақсы көрдім ғой дейді. Сол кезде жігіт айтады, ренжіме, бұндай нәрсе жасағаныма ақшаның барлығын қайтарып беремін дейді. Сонымен осы іс аяқталды. Одан кейін Бахар мен Эфсун, Селеннің анасы екеуі сөйлесіп қалады. Бахар ашуға мініп, Селеннің анасы Эфсунге айтады, сіз бетпақсыз бұны Б әрпі дейміз, бұл Б әрпін барлығымыз да білеміз, сіз де білесіз, мен де білемін, екеуміз де білеміз, сондықтан сіз менен гөрі бетпақсыз. Эфсун ханым айтады, менімен сіз бәсеге келіспеңіз, аналық рөлді менен тартып ала алмайсыз, қанша тыраштансаңыз да менен басып оза алмайсыз дейді. Ол аналық махаббат деген әрқашан адал жолмен адал болу керек, әрқашан ондай нәрсе жасандылық қажет етпейді дейді. Одан кейін Джем мен Эврен екеуі сөйлеседі. Эврен айтады, мен сені өзімнің інім ретінде қабылдаймын, екеуміз бірге өмір сүреміз, саған жаңа мектеп қарастырамыз, кеттік үйге дейді. Сол кезде Джем айтады, сенің үйің бар ма дейді. Сол кезде Эврен айтады, қайыққа, яғни кемеге барамыз дейді. Сол кезде Джем, сенің осы үйің жоқ па, не судың үстінде біз тұрамыз ба, кәдімгі адамдар сияқты үйдің үстінде өмір сүрейікші дейді. Одан кейін Омай әкесімен кетуге ұйғарады. Үйге Бахар келсе, Омай чемодандарына киімдерін салып кетіп бара жатады. Бахар қанша жылап оны тоқтатса да, анасы ең болмаса шамалы әкеммен бірге тұра тұрайын деп кетіп қалады. Бахар артынан қатты жылап, машинаның артынан жылап қалады. Бірақ Бахар ойланады, бұның астарында бірдемке бар, бір құпия бар, бұлай Омай өзінен өзі кетіп қалмайды дейді. Одан кейін Эврен, жаңа айттым, Эврен Джемді өзінің қасына алады, жетімдер үйіне жібермей, өзі мектеп іздеп, өзінің қасына, яғни әкелік қамқорлығына алуды ұйғарады. Одан кейін Омай Рингеннің үйіне келіп, жылап, әжесіне айтады, әже, енді қанағаттандың ба, маған айтқаныңды істеттің, әке, сен білесің бе, әжем маған айтқан болатын, бұларға осы Ринген мен барлығы күн көрсетпес үшін осы жаққа көшіп кел деп айтты, екеуміз біргеміз деп барлығын айтып тастайды. Сол кезде Тимур мен жаңағы Ринген екеуі таңғалып бір-біріне қарайды, бірақ сонда да Тимур үндемейді. Омай жылап бөлмесіне қарай кетіп қалады. Одан кейін Омайдың артынан дереу Бахар келеді. Бахар есікті ұрып, жылап бәріне, Омай келші, қайтайық бірге дейді, бірақ Омай өз бөлмесіне кетіп қалған. Тимур оны бөлмесіне қарай Бахарды жібермейді. Бахарға ұрысып айғайлайды, сен барлығына кінәлісің, екеуміз үнемі бірге осы 25 жылдың ішінде екеуміз бірге өмір сүрдік, бірақ ешқашан өзің ғана шешкің келді барлық нәрсені. Менің балаларға қарайын десем, я ұрсайын деп жатқан кезде үнемі мені кінәладың, әкелерін балаларының көзінше үнемі кемсіттің деп осы Бахарға одан сайын ашуына тиеді. Одан кейін Бахар Рингенге шамалы жұбату сөздерін айтады, менің де қызым бар, сенің қызың секілді, екеуі бірдей, жастары да бірдей, мен оған қараймын, уайымдама дейді. Бахар үндемей кетіп қалады. Келесі күні сот әкесіне береді, яғни Омай әкесімен бірге тұруды жөн көреді. Анасы болса суббота воскресенье күні 2 сағат қана көре алады. Бұны естіп Бахар қатты жылап қиналады. Одан кейін Чағла мен Бахар екеуі біраз сөйлеседі. Бахарды барынша тынышталдыруға тырысады. Бахар айтады, мен үнемі жеңілуден шаршадым, өмір мені үнемі неге өмір сынақтарға толы, мен шаршадым дейді. Сол кезде Чағла айтады, барынша осы Бахарға қолдау білдіріп, ешқашан енді сен сынба, мүмкін бұл соңы шығар, бүгін сен жылап ал, ертең сен баяғы біз білетін Бахарға қайтадан айнал дейді. Одан кейін Тимур мен Омай екеуі сөйлеседі. Тимур айтады, мен сенің әкеңмін, мен саған ешқашан жамандық ойламаймын, қиналып жатсаң, көмек керек болып жатса, маған айт қызым деп, оған да оны да тынышталдырып құшақтайды қызын. Омай сонда да қайта жылап отырады, ал Бахар Омайға звондайды, бірақ ол Омай алмайды, өйткені ол жылап қатты қайғырып отырады, бірақ Омай анасына білдірмес үшін біз кино көріп жатырмыз, кейін өзім хабарласамын дейді. Одан кейін келесі күн таң атады. Ринген Омайға таңғы ас дайындап, дастархан дайындап қояды. Барлады, айтады, тамақты
рентген айтады, омайға, омай сен қандай жұмыртқаны жақсы көресің дейді. Сол кезде осы Небра ханым әжесі айтады, ол сүтпен араластырып қуырғанды жақсы көреді дейді. Сосын рентген айтады, жарайды, мен саған қолымнан келгенше сүт қосып қуырып берейін. Ал Парла, сен осы жұмыртқаны шала қуырғанды жақсы көресің, екеуіңе де жұмыртқа қуырып берейін, барлығымыз бірге тамақтанайық дейді. Сол кезде Парла да жаңағы омайға қарап, сен тамақты асап жеп ал, өйткені қазір маған аяқ астынан маған тиісіп жатсаң, менімен төбелесетін болсаң, саған күш керек деп оған күледі. Сол кезде омай да оған қарап күлімсірейді. Ал кейін келесі күні ауруханада дауысқа салып Эврен дәрігерді бас дәрігер қылады, бірақ ол Эврен дәрігер бас дәрігер болудан бас тартады. Одан кейін ол жердегі басқа да дәрігерлер осы Эвренге айтады, ойбу, сізді біз бәрі бас дәрігер қылмақшы едік, бірақ Тимур мырзаға бұйырыпты. Тимур мырза, ендеше сіз бас дәрігер бола аласыз ба дейді. Сол кезде Тимур дәрігер, иә, мен бас дәрігер боламын, сіздердің үміттеріңізді ақтаймын дейді. Сол жерде Бахар ол екеуіне қатты қарап тесіліп отырады, бұның астарында бір нәрсе бар, құпия бар дейді. Ал менің ойымша, кешегі Тимур дәрігер осы Эвреннің інісін қорғап қалған үшін берген бір қалай десек болады екен, парасы ретінде ойлауға болады. Мен енді не үшін олай жасағанын білмеймін. Бүгінгі бөлім өте керемет өтті. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.